50 жыл жер бетінде жаңбыр жаумағанның салдарынан адам баласы су таба алмай, топырақпен жуынып, жанармайды су ретінде ішеді. Бүгінгі фильм «Молодежь» атты кино болмақ. Достар, каналға жазылып, лайк пен қоңырауды басқандарыңыз каналға көп септігін тигізеді. Құрғақшылыққа байланысты адамдар үнемі су тапшылығында өмір сүреді. Шөптер қурап, жаңадан ештеңе де өспейді де. Адамдар егін егу үшін суға мұқтаж. Құрғақ шөл даланың ортасында кішігірім қора тұр. Бұл Эрнест пен оның отбасының құдығы екен. Осы сәтте қорнаның құлыпын ұрылар бұзып жатады. Олардың іс-әрекетін Эрнест байқап қояды. Олар фермасын айналып, су шығаратын қорасына бара жатқан еді. Ұрылар берілуден бас тартып, қораны басып алғысы келеді. Бірақ Эрнест екеуінде атып тастайды. Қорадан таза суды да ала алмайды. Эрнест пен баласы жүк тиелген есекпен кетіп барады. Оның іші толған спиртпен, сыра толы. Оларды шалғай жақта бастығы қарсы алады. Арақты шекараға апарып сатса, 10 есеп артық ақша табатынын айтады. Бірақ оны осы құрылыс бастығы Калибке сатқаны тиімді. Себебі фермасына су кіргізем деген үміті бар. Бірақ қазірге келіссөз нәтиже бермеді. Арақты сатып баласы екеуі үйге қайтады. Жолда есегі жардан секірем деп аяғын сындырып алады. Содан оны атуға тура келеді. Үйінде оларды әйелі мен қызы күтіп отыр. Олар киімді қысымы жоғары ауамен тазалап, ыдысты топырақпен жуады. Қызы әкесіне қарсы шығып, сүйіктісі Флеммен қашып кетеді. Оның әкесі бай дәулетті кісі болған екен. Эрнест баласы екеуі есек сатып алу үшін жергілікті базарға барады. Бірақ ол жақтан робот тәріздес робот сатып алады. Базардан кейін үйіне барады. Үйінде аяғы істемейтін әйелі бар. Эрнест кезінде көп ішіп, көлікпен аударылып, әйелі сол көлікте қатты жарақат алған екен. Қазір оның қозғалысын арнайы экзоскелет қана көтереді. Содан екеуі жолға шығып, жанармай құятын бекетке келеді. Олар бұл жерге жанармай емес, қауанадан таза су құйып алуға келген екен. Су құйып, жолға шыға берісте Робби есімді бала қайыр сұрап жүр екен. Ол кедейліктен құтылу үшін емшектегі баласын сатқалы жүр екен. Бірақ Эрнест 2-3 литр су беріп, баласын сатпайтынына уәдесін алады. Флем Эрнесттің фермасы робот есекті жалға алуға сөз жүргізуге келеді. Бірақ оған келсе алмай, Флем ашу ызаға салынып кетіп қалады. Баласы екеуі жерде еліктерді ұстау үшін тұзақ құрады. Егер осы ісі жүзеге асса, еті бар тағам жейді. Одан үйіне кетіп бара жатқанда жолда тағы Флемді көреді. Эрнестке қызының бұл жігітпен кездесіп жүргені ұнамайды. Әкесі осы кездесуге көз жұма қарай алмаймын деп, қызын үй қамағына алады. Далаға шығып арағын ішіп отырып, баласына саған қыз таптым дейді. Бір күні қорасы бұзылып роботы ұрланғаны көрінеді. Бұл сәтте тек ойына Флем ұрлыққа барады деген ой келеді де, Флемнің әкесіне келеді. Ол жақтан арақ ішіп, тауға Флемді іздеуге шығады. Жол жөнекей бір бутылка арақты да ішіп тастайды. Тауда жұмысшыларды кездестіреді. Олар ашулы. Қасына келген бетті Эрнестті ұрып құлатады. Кешке оянған бетте оны арақ ұрладың деп айыптайды. Түнде жігіт қашып кетеді. Солай таңға жуық Флемді роботпен ұйықтап жатқан жерінен тауып алады. Қасында толы арақ. Флемді байлап алып, құрылыс алаңына барып, арақты кім ұрлағанын мойындасын дейді. Қолдарында су жоқ, ішкендері арақ. Солай екеуі масайып қалып, демалып отырады. Флем сол сәтті пайдаланып, Эрнесттің басына тас лақтырып құлатып, соғып, роботқа байлап, құрылыс алаңына жіберіп кетеді. Терезеден қарап тұрған баласы бір нәрседен күдіктенеді. Тауға шығып іздеп жүріп, әкесінің өлі денесін тауып алады. Жерлеу рәсімін өткізіп, үйлеріне келеді. Флем балаға жерге су әкелуге тырысамын деп уәде береді. Флем құрылыс алаңында арақ әкеліп, басшысын сен Эрнестті ұрдың және өлімге әкелген сен. Егер су кіргізбесен бәріне жария етемін деп айыптайды. Солай ферма су кіргізеді. Егін егеді. Қызға үйленіп бала күтеді. Енді үйлерінде таза су, дәмді тағам барлығы бар. Бірақ олардың бақытты өмірі ұзаққа созылмайды. Флемнің әкесі келіп, Эрнесттің жерін алып, банкке сатпақшы. Флем қанша еңбекпен қараған жерді бергісі жоқ. Солай ақша іздей бастайды. Баласын сатқысы келіп жүрген Роббиге келеді. Оған қай жерде баланы қымбатқа алатынын айтып, сол жерге апарады. Сатар кезде Робби баласын сатқысы келмейтінін біледі. Бірақ сатып алушылар оған қарамай, Роббиді атып өлтіріп, баласын алып кетеді. Ал Флем болса робот екеуі ақшамен қашады. Қашқанын көріп қалып, бала сатып алушылар ата бастайды. Сол кезде робот көп зақым алады. Зақымданған робот өзінің өндірушілерін барға жол құрып, сол жаққа аттанады. Үйіне келген жігіт балаға роботты Робби уақытша ала тұрды деп өтірік айтады. Кешке қарай рациямен балаға өндірушілер шығады. Роботты алып кетіңдер деп,
Бала қашып шығып шекараға барады. Бірақ ол жерден өте алмайды. Осы сырттан байқап қалған жас қыз өзінің көмегін тигізе алатынын айтады. Солай қыз жүк көлігіне мінгізіп, өндірушілерге апарып тастайды. Таңертең өндірушілердің бастығы Джеронды тауып алады. Оққа толы зақымданған роботты көрсетеді. Балаға осы роботты жөндеп беремін деп камерадағы бейне жазбаларды қалай көруге болатынын айтады. Камерадан Флем арақты ұрлағаны және әкесін өлтіргенін көріп қояды. Оның басында кек ау жоспары ақырындап пісіп жатыр. Сол түні Флем жаңбырдың дауысынан оянды. Қанша жылдан кейін алғашқы жаңбырлары да жауды. Ол орындықта қатып отырған баланы көреді. Джерон есек қайтып келді деп өтірік айта салады. Келесі күні жездесімен аң аулауға шығады. Флем малға оқ атады, бірақ тигізбейді. Джерон мылтықты алып артынан көздейді. Бірақ дәті бармай елікті атып өлтіреді. Джерон түскі ас кезінде Роббимен сөйлестім деп айтады. Бірақ Флем ол өлді ғой деп ойлап қорқа бастайды. Келесі күні оған хат келеді. Робби кездесуге шақырады. Жігіт ол тірі ме, баласын сатқысы келген барлық идеясын айтып қояма деп қоқып кездесуге барады. Роботымен бірге Роббиді іздеп тауларды аралап жүр. Осы кезде балдызы жасап қойған тұзағына түсіп кетіп аяғын сындырады. Біраз уақыттан кейін мылтықпен Джерон келеді. Флем оны түсініп, бала әкесіз қалама, әпкен мені әкеңді өлтіргенін білсе қалай оны көтереді деп айтады. Алайда балаға ақталғаны ұнамайды. Және әпкесіне ештеңе айтпаймын, бәрін жасырамын деп басынан атып тастайды. Роботтымен ол үйіне қайтып келгенде өз сөзінде тұрып әпкесіне ештеңе айтпайды. Олар үйреншікті өмірін жалғастырады. Осымен киномыз аяқталды. Достар, кино жайлы комментарий қалдырып, каналға тіркеліп, лайк басып кетейік.